Саламатсыздар ма, құрметті әскери зейнеткерлер. Мен Камерденова Халимам Тұрсынына 54-179 әскери бөлімнен пенсияға кеткем. Пенсияға кеткеніме 5 жыл болды. 5 жыл біз министр оборонмен ұрыстық, қырылыстық, айтыстық, ренжістік, үйдің ақшасын аламыз деп. Енді мені биыл 10 күн болды мен осы пәтерді алғаным министр оборон атынан. Оларға біріншіден көп рахмет айтқым келеді. Олар шындығын айтты, ақшалай болмайды, пәтермен алыңыздар. Остаточный суммасы болса да оны төлейсіздер, аз-аздан төлейсіңдер, ешқандай қиыншылық болмайды деп айтқан. Біз сенген жоқпыз. Енді мен өзім үйді алғаннан кейін сеніп отырмын. Менде остаточный суммасы небольшая, меня устраивает. Соны осыны айтып отырып, менің рахмет айтқым келіп тұрғаны біріншіден подполковник Зекеновқа. Ол шындығын айтып, квартира алыңыздар, ақшалай болмайды тәте, ремонт жасалған квартиралар бар, ремонт жасап жатырмыз, жасап бер десеңдер жасап береміз, бәріне деп айтқан. Соны сөзіне сеніп, мен келіп, осы үйлерді таңдап алдым. 2 комнаталық квартира алдым. Бірінші этаждан, балконның сыртында еще учаскасы бар. Оны істетсе де болады. Екіншіден рахметім Капчегайский речке. Оларға да көп. Ол жерде маған көмектескен қыздар болды документпен. Динараға 1001 рахмет. Документін бәрін дұрыстап, ешқандай артынан жүгіртпей, ертең кел, бірсі күн кел деп айтқан жоқ. Жол жорықты көрістіп, бәріні дұрыстап берді. Оған да рахмет. Алматинский реч майор Астақовқа да рахмет. Ол да көмегін көрсетті, көп документтерге не қылды, дұрыстап берді. В общем, министр оборонға бәріне рахмет. Бізді далаға қалдырған жоқсыздар. 5 жыл қиналсақ та, соны бүгін шығардыңыздар. Міне қазір мен сол 2 комнаталық үйде тамағымды жеп, нанымды жеп, жатып, ұйықтап тұрып, демалып жатырмын. 10 күн болды көшіп келгеніме. Қыстың күн ыстық су бар, жаздың күні бойлермен пользоваться етесіңдер, көршілермен де беседа өткіздім. Қыстың күні жылы квартира, ешқандай шумгам жоқ. Әркім өзімен өзі жүр. Көптен көп рахмет министр оборонға. Енді қалған зейнеткерлерге айтарым, енді ақшалай деп жүре бермей, осылай пәтер ала берсеңіздер, ол ақшалай болатынға енді бір Алланың өзінің несі көрсетер. Барлықтарыңызға рахмет. Еңбегімізді ақтадыңыздар. Рахмет.